Al endi hurmatli qonaqlar, bugun Guljanat Muhammadjonning Umidning Meni konsertini o'ylarda tamomlashib o'ylaymiz. Al endi xush keldingizlar. Al endi bir o'z yerda birinchi konsertiga bana kim al. Har kim o'zini Najatdan yana. Rosa. Ay. Hayırlı peştaşlara, bugünkü күнге bir келелер тамаша жоғары көңілсіздіктің соңы керемет концертке бастық. Концертті керемет абыроймен атқарып, халық біздің сыншымыз халық көп жиналып, даже зал бос болған жоқ. Концерттің арты өзіміздің қазақша өзіміз отырып шай ішіп жатыр. Жалпы күнге қорытынды қойды былайша айтқанда. Бұл бастысы біздің аз болсақ та өзіміздің ауызбіршілігіміздің, ұйымшылдығымыздың барлығы бір-бірімізді сыйлағандығымыз осындай дәрежеге жетіп, мысалы бір күн 4 бала болсын, 5 бала болсын, 4-5 баланың өзінде ата-аналар айтып отырады, баланың өзі туысында ал тем более әр елден, әр өңірден, әр рудан келген, әр түрлі жүзден келген адамдар бір арнаға тоғысып, бір ойды ойлап, бір мақсатты тілеп, осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Оның бәрін ұйымдастырып жүрген мемлекет асығасында жүрген Гүлжанатымыз. Рахмет Гүлжанат саған. Бұл үлкен міндет, үлкен бірлік былайша айтқанда. Жалпы әрине бәрінің де өзіне лайық өнерлері бар, әрқайсының өзіне лайық дәрежелері бар. Сонда да бір-бірінің сөзін қалдырмай осындай дәрежеге жетудің үлкен еңбектің арқасы. Ол әрине бір Гүлжанат қана емес, басқалар сол қолдағандары үшін осындай әдемі дәрежеге жеткені үшін баршаларыңызға бірінші рахмет. Bizler çünkü Allah'ın tarihler içinde yemek nasıl yapıyoruz? Bildiğiniz tost bölgeye çıktı mı? Tansırayla bildiğiniz zaman. Bildiğin casında yıkıldı. Şimdi göz sözünde kanlı değil öyle mi? Göz gözü. Bir kısımsız beydi. Ya, ben bütün söylemek için ayıp beklemiş yoktu. Niye şunu yapmışsın şurada? Bir grup şimdi bir olarak şimdi benim yoktu. Maksat peki. Sonuçta benim şurum zarda versin, Allah şeyler versin. Men Şirket'ten geldim Şımqaladan, Şırайлы Шымқала. Баршаңнан мақтауға келетінде Шырайлы Шымқала Қазақстанда мақтауға қаламын. Роза есімде деймін, мен Құдай қаласа жылдың басынан аяғына жеңген 60 жасын тойланып отырмын. Бүгінде мен 60 жасым. Күшті болсын. Тамадалайын бақтың Ульяға рахмет. Ульяға. Мен жолға түзеліп сіздер ма қалай қалдыңыз? Көңіл-күйлерің жақсы ма? Жақсы тұрыңдар. Менің аты-жөнім Ақмөлдір Орманбекова Жұмағалиқызы. Ағым сазды композитор. Одан кейін қараңыздар, танысып отырыңдар. Кімді кім екенін біліп отырайық. Бұл енді айтайын қонақ қой енді. Сонау Ирасының подружкасы, өзі айтпайды. Сіңілің бір жағынан, құрбың бір жағынан, барлық жағынан бар енді. Барлықтан істегенге башын мен өлдір айтпайды, бұларға ақтан жеткізіп мініп. Болды? Бұл менің сонау Тараздан келіп отырған аққайыным. Нұржан деген аққайыным. Ағам үйге келді, мен ертең құсамай ма енді деген дөу бұрады. Ой Алла десе.
Dediğimiz dostlar, TikTok aleminde жүргеніне бір жыл болады, 2024-нің декабрінде. Рахмет, жақсы таныстық, араласпек ханымға біраз болып. Bir ән сұрайын, сол ән үшін келдім, осы концерт келесің. Осы ән үшін келіп отыр деп айтып жатыр ғой жаңа. Концерт жақсы өтті, сіздермен танысқандармен қойдым, сыйластығымыз арта берсін. Роза Есенгелдинова дейді, қоңырқасызды өлтірдіңіз әкті, рахмет. Жасасын күн жөнет Мұхаммеджан. Қол жоғыңды. Менің есімім Елдор Қайратұлы, Ақынжанның, мынау Гүлжанат екеуміздің бірнеше өлеңіміз бар, шығармашылық бірлестіктеміз сол Созалы өңірден. Одан кейінгі тез таныстырып ана. Мен Айзада Бекенқызы, Шымкенттен боламын. Композитор. Гүлжанаттың берген әнші қыз боламын енді. Рахмет, өзіңе керемет. Кездесіп жатқанымызға ма? Kış dostlar. Kızımızға рахмет. Осындай керемет кеше өткізіп отыр. Концерт, биылғы концерт вообще өзгеше болды. Нағыз Гүлжанаттың, жоқ, Гүлжанаттың тыңдармандары аяғына шейін зал толы болды. Соған қуанып, марқайып отырмыз. Бұдан да үлкен жетістіктерге жетеді. Гүлжанат денің сау болсын, өнері өрлей берсін. Қаласа бұдан да керемет әндердің жақсы авторы болып жүре, жұлдызын жана берсін. Рахмет, осыншама әншілер, осындай талапты жандарды қолдап жүрген осы Гүлжанат Мұхаммеджан қызымызға алғысымыз шексіз, дені сау болсын. Алла бағын ашып, бақытты болсын, өмірін өрлей берсін. Ал деді, мына жаққа былай кетсін. Элита ханым, міне, әнші, қазақ қызы әсел. Элита ол біздің құрдасымыз. Мықты дауыс иесі, жалпы бұл тиктокта ғана емес, өзінің бір ресторанында жалдалған. Сол жақта ән шырқайды, үйінді де шырқайды, дауысын көрдіңіздер. Жалағаштың тумасыз ма, иә? Келген жалағаш, иә. Сол әнге байланысты. Біз біле береді, жоқ, біз отырмыз. Нағын қол жаққа, келгеннен жалағашы. Көп кеп қойсайға бара жатқан жақта. Керемет әнші қыз көрдіңіздер, Эльмира Амат қызы. Одан кейін Әсел Нұркамал қызы. Бұл қыз енді бізде марттан бастап қатысып жүрді. Чонжының қызы, Қарадаланың тумасы. Керемет әнші қыз Әсел. Одан кейінгі Мишкёви деген атақпен жаңа неде жүрген тиктоктың жұлдыздары. Жәмила Айын қызы. Жаттаған соң ол енді аттап кетпейінші. Мейірхан Махамбет деген сазгер. Біздің аға буын досымыз, көршіміз. Мен 39 кім жұбайы Гаухар Шақпай, ақын, продюсер, екеуі бірігіп өздерінің кештерін ұйымдастырып жүрген керемет өнерлі жандар. Сонау Өзбекстан Республикасынан 2,5 мың километр Зарапшан, Үшқұдық, Үшқұдықтан ат терлеп келген Тимур Ертек деген мұлдамыз әншіміздеріміз. Бәрі бір ойламаңыздар, әркімнің өнерге бар қаласы дейді ғой, айтамыз. Әркім әудемейтін қазақ жоқ. Әрбір өнерлі жанның сахнаға шығуға мүмкіндігі бар. Доступный ғой, өз халқымыз. Рахмет, соның жерден келіп жатқанға, баршаларыңызға үлкен рахмет. Нормально түсіріңіз. Жақсы болды. Вик последующая, Жанна
сайлау қызы Қарағандыдан келген құрдасы. Көбіңізді мына асып барам деп тұр. Бар дегенімді сол манасызды. Үйімесі тілікке сақпам. Бұлқан қалқаны шығады. Төркінім Бибігүл. Бұл қыздың менің өзім ерекше орны бар. Құрдасым болса да, ән айтпаса да өнерді қатты жақсы көреді. Сонау Шиеліден қанша кеш берсем сол ат келеді. Бар, Астана болса Астанаға барады. Әрқайсымды қалдырған жоқ. Бибігүл деген қыздарымыз. Одан кейін Өзәккенің қызы Альбина, ол негізі ол жерде жабайы отыру керек тұр Олжанның. Олжан Мұқтасарова құрбым. Орны кетеді. Бағана өнер көрсетті бәрі. Ұлбосын Бейсенбаева, өзіңіздер әзірді жүргеніміздің әншіміз. Жабайы ері. Нұрлан жездеміз. Қағазын тұмасы. Концерт 17-де еді ғой, таныстырып жастыр ғой. Өзім сценарий әнін таппай жатырмын ғой, жауап бермейді. 17-сі ғой тәте дейді. Что шығырдып тұрып, басқырдып жеткіздірді ғой оғана. Өзірі қызы Айла, анасы өзі қыздың Айланың продюсері. Жалпы анасы сөйлеген жерде жаман болмайды ғой. Айла өзі ерекше дауыс иесі, кішкентай болса да телеарнаның жүргізушісі, өте дауыс керемет. Орысы оламын енді, көрсем шашымыздан нәбетесі жүресің. Балқия, есімім Балқия, Балқия деп отырып бағана көрдіңіздер, бейші қыз енді, жалғыз бейші, жалдамасықтан Балқия деген қыздарымыз. Біздің қонағымыз есіміз Ергүл, кешжар, құрметті өнерпаздар, өзім өнерді жақсы көремін. Жаңағы құрбысының Бахамастан келіп отыр, Гүлжанар. Тиктоктан мел ашқанмын мен. Сізге ылғи лайк басып прямой эфирде отырамын. Сіздің әніңізге клип түсіріп тастағанбыз. Бұл қыз жаңа жеңіл бір қауіпсіз атты болсын ғой. Дәстүрлі әнші, мәдениет саласының үздігі, мәдениет саласының үздігі отырады. Жаңа бір Молдахметова деген Жаркелдіктің қызы. Менің жүрек қызым өзі. Ән жүрек керемет қыз, дәстүрлі шәс қатарыз. Амангүл Жомарт қызы. Айдың ағамшық өзім ұйықтамай келесің. Такси жақыз берші саяғында көрді. Такси жақыз берші. Айбарғама уақыт білесіздер, қанша жерден. Түнгі 3 демейді, 4 демейді, мен үйім электрегі де осы. Диплом керек болса салып отыратын осы тиктокта прямой эфирге өте жетіп келеді екен. Оң болдым ғой. Рахмет жаным. Ол да болсын өзіңе берейін, мен енді не боласыз. Негізгі бүгінгі кеш менің кешім емес, сіздердің кештеріңіз. Мен сіздерді алып шықтым да. Ол мен мақтан етпеңіз, шөлінші. Онаттайын. Жақсы отырыңыздар. Жеп отырыңыздар. Қарымдарыңдар шығарыңыздар. Банкеттің Мерхан өзің ашып бересің өте әнімен. Бүгінгі беріп отқан концерттеріңіз құтты болсын. Барлықтарыңызға бұл концерт беру оңай емес. Мен бүгін таныспаған адамдармен танысып жатырмын. Өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға тек жақсы тілеймін. Армандарыңызға кете беріңіздер. Мен енді қайран уақыт деген ән шығарғанмын. Енді айтылып жатыр бұлар. Енді өзім орындап берейін. Қайран уақыт деген ән. Ақтырға орындалды. Екі қайырмайды ұстатпай бара жатыр қайран уақыт, шіркін-ай қайтып келсе жастық уақыт. Армандардан құралған пәк сезімім, өз алдымда елес болып қалған уақыт. Өлшеулі өмір екен жалғанай, өтіп бара тоқтамай. Өлшеулі өмір екен
Ашықбек мен бүйткім келіп отыр, тілектім бергім келіп отыр. 3 адамға келгім келіп отыр. Ақмөлдір, Роза ханым и Бақтап келізге. Кәдетті. Сол үшеуіне бірден бергім келіп отыр. Үшеуден үштіркен келген. Ал мынау бағана барша айтып өтті. Бүгінгі күн керемет күн болды. Бүгінгі күн біздің күн, яғни сіздердің күн болды. Кеш біздікі болды, тағы да сіздердікі болды. Отырыс өзімізше тағы шай ішеміз, ол өзіміздікі. Отырыс дегендей болды ғой. Сіздер жалғастырған енді өзіміз болып қалдық. Сондықтан мынау жасқа қарамаймыз, басқа қарамаймыз, біз тек сыйластыққа қараймыз. Өнерлерің өрге жүзе берсін, биіктен көріне беріңдер, әрқайсының отырған орындарын жоғалмасын. Жалпы адам болып келгеннен кейін адам болып қалыптасып қалу керек және тұлға ретінде бұл өмірде қалыптасу керек. Әрқайсысы бір тұлға болып қалуларына шын тілекшімін. Әйелдер жалпы өнермен қатар ошақты бірге алады, есікпенен әлемді тербеткен деген сияқты. Сондықтан шаңырақтарын шайқамасын, ер азаматтарымыз аман болсын. Ол азғантай болса да ер азаматтарымыз, біз қазақ қашанда ер азаматты бір саты жоғары қойып, оларсыз ештеңені бастамаған халық еді, бірақ мен жас үлкенге бергенде сәл ыңғайсызданып тұрмын, жалпы ер азаматтарға бергенде болар ма еді. Ал енді осындай күндеріміз көп болсын. Тағы да айтамын, Гүлжанатқа рахмет. Мен әрдайым айтамын оны, мақтанып та айтамын. Жас та болса бас болған, мен ұстазым болған, ұстазым болады да болады, бұдан былай да мен ұстазым көбейе береді. Біз қашанда білдік деп айтпауымыз керек. Біздің білмейтініміз көп, әлі де көп. Сондықтан ұстаздың көп болғаны бізге жақсы. Құтты болсын. Осындай концерт, осындай кеш баршамызға жеке-жеке кеш беруге жұғысты болсын. Құдай қаласа, әрқайсыңның бір биіктен көрінгендеріңді Құдайдан тілеп, сұрап отырамыз. Құтты болсын. Не дейміз? Мен бірінші осы Гүлжанат қызымызға рахмет. Осындай керемет өнерпаздармен, өнер сүйетін жандармен біздің кездесіп, танысуымызға себепші болған осы Гүлжанат қызымыз. Сіздердей жандармен танысқаныма өте қуаныштымын. Өнерлеріңіз өрлей берсін. Барлықтарыңыздың осы өмірде әрқайсыңыздың орныңыз бар. Сол отырған орындарыңыз жоғалмасын. Өнерде тек қана күлікте жүріңіздер, мерейлеріңіз үстем болсын. Біздің Гүлжанаттың әні тек қана Қазақстан емес, дүние жүзінде шырқала берсін. Гүлжанат Мұхаммеджанова деп айтқан кезде мақтанып, сондай мақтанып, мақтайып айтатын болайық. Рахмет Гүлжанат, соншама жастарды баулып, өнерсүйер. Былтыр концерттің өзі қандай керемет болды, алыстағы арманым деген, оның түрін, алыстағы арманым деген түрін зерттей алсам, мен қаншама адамның тағдыры биылғы үмітпенмін мен деген олар болды, керемет концерт болды. Бұл концерт маған білмеймін, басқаша өзгеше әсер етті. Өйткені тек қана Гүлжанатты тыңдап, сүйіп тыңдайтын адамдар жиналған сияқты болды да. Концерт біткенше зал толы болды, соған мен риза болдым. Одан кейін қайтқысы білмей отырды көбісінің. Отырған көрермендердің өзі өлең айтты. Керемет концерт болды. Тамаша. Гүлжанат, сені халқың сүйеді, елің сүйеді, еліңе елеулі, халқыңа қалаулы, ата-анаңның үмітін ақтап, сонда керемет қызыл болсын, бақыттысың, өнерің бұдан да өрлей берсін, денің сау болсын, Алла тілеуіңді беріп бақытты болсын. Осындай кеште бәріміз аман есен жүздесіп, бұдан да үлкен сахналарда кездесіп көре берейік. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Екеуіңіз де музыкалыққа дуэт айтасыздар ма? Сіз гитара тартасыз, ана кісі айта ма? Гитара айтасыз.
Өзіңіз айтасыз ба? Ал концертте ән айта алмай қалдым дегендердің бәрі мархабат айтыңыздар. Осы жерде таңғы 7-ге дейін сабайсыздар ма? Жақсы. Olsun. Aydan orası be. Orası be aydan. Her dostlar git üzeriniz birden alıp anlayasızlar. See you.
Ünsüz olmaz niye, ünsüz olmaz. Ünsüz olmaz niye, ünsüz olmaz. Şarkılar yolunda yıldızlar. Şarkılar yolunda
бересіңіздер, екінің несін бір уақытта бере алмаймыз, сол үшін де халықаралық менталаттар одағы өтекшілерді марапаттауды комбинатты. Ақтыңдар өздірін? Өздір! Өнерпаздар, бүгін бірнеше адамға дүниелік таланттар одағының мынандай куәлігі бар екен, көршілес мүшелік куәлігі. Соны тапсырып жүрген Эльмира Үшкемпірова. Мынандай төс белгісімен үздік әнші деген.
кешіміз өтіп жатыр. Отырып тыңдаңыздар. Бұл біздің Гүлжанаттың арқасында болып отыр. Гүлжанатқа көп рахмет айтамын. Баршаларымыз, мен шынымды айтсам бүгін қатты қуандым. Қандай керемет ән айттыңдар. Қыздар жарайсыңдар, вообще дауыстарың супер. Біз енді Гүлжанаттың арқасында әнші болып жүрміз ғой, енді қасында. Рахмет жаным. Құда қаласа, мынандай биік шыңдардан көрмей бер. Мен осы жақында балаларға арналған өзімнің 7 шәкіртім бар. Сол 7 шәкіртімнің орындап жүрген әндерін бір топтама жасап, мен ән кішігірім балаларға арналған ән кітап шығардым. Осы кітабымды мен Гүлжанатқа бергім келіп отыр. Рахмет. Әлі бұдан да үлкен сахналарда кездесе берейік барлығымыз. Сіздердің жойылмасын. Гүлжанат шығар бәрі кезінде бәрін ашықсыңдар. Айқайлата бермеймін. Бірақ сол айқайды естіп, молодецін жеңіп шығып, бәрімізді осындай керемет бір ортаға жинап, осындай керемет концерт өткізіп отыр. Рахмет жаным. Ал енді мынау құрметті өнерпаздар, әншілер, ақындар, сазгерлер, әр ауылдан, әр қаладан жиналған жақсыларым, жайсаңдарым, қош келдіңдер. Келген қадамдарыңа гүл бітсін, нұр бітсін. Бүгінгі Гүлжанат ханымның үмітпенен атты концертті керемет жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Мен ортасында айтасың, Гүлжанат, кешірім сұраймын сенен. Мен де сол концертте болып қалдым. Не деймін, мына бүгінгі баршаңыздың әндеріңіз әуелей берсін, шығармаларыңыз шығартай берсін. Тек қана қазақ халқының ортасында дүние жүзіне танымал болып, әндеріңізді шырқай беріңіздер, әуелей берсін. Алла, бірінші Алла, екінші Гүлжанат бәрімізге себепкер болған. Осы әнге құтты болсын. Өмірден әндерің көбейе берсін Гүлеке. Денің сау болсын, бір басың екеу болсын. Бойдақтардың аман есен өсіп шығармашылық кеште бас қосып, ойнап, күліп, сіздесіп, сыйласып жүре берейік. Орталарында астарында алып қойыңдар. Бізге де жұмысы болсын енді. Лопес!
бұл құрмет қой, ең үлкен құрмет. Құрмет деп мен негізі да. TikTok'та эфирде отырғанымда қаншама ағылып айттым мен, осындай концерт болады деп. Сол небір менің дегенде келген жоқтар өзі. Шын кетті да, Нұржан, рахмет жаным. Аллахым сені қолдасын, денің сау болсын, ауырма. Құда қаласа өз бағыңды тап, денің сау болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Сен таң елестейсің бе? Таң елестейсің. Sing
тамаша. Мәдениеттің майталмандары, өнердің қайраткерлері, жүрегі өлім деп соққан көбей өлім деп бүркемдеген арлылар мен азаматтар, ақсақал айтқан ақыл үшін қаламақ сұрамайтын, азаматы қылған жақсылық үшін табалақ сұрамайтын, сүйгендей жер үшін сүйегін берген, абадан мінез, намыстан өлген алаш еліне ассалаумағалейкум деп амандасайық сіздермен. Жалпы бүгінде Гүлжанаттың кереметтей ән жыр кеші Гүлжанат Алталаштың ажарын ажарландырып, тойшыл қауымның тобылғысын гүлдеп жүрген ару ғой. Бүгінде бәріміздің басымызда Алаштың айнасы деп атаудың етегі алмады, сол Алаштың азаттығын алып берген арманын орындаған қалай еді. Бүгінде мінекей барша өнерпаздардың да Гүлжанат солдың ізін жалғап, барша өнерпаздардың да арманның бір қадамының орындалуына өзінің септігін тигізіп жатыр. Сонау Тараз қаласынан мінекей ортамызда ойып тұрып орын алған Нұржан бауырымызда келіп жатыр. Нүреге, қош келдіңіз. Мынау TikTok әлемінде тектілігіңізді танытып отырасыз, экранды тықылдатып, лайктың король деген лақабатыңыз бар. Бұйырса сол биігіңізден ешқашан құламай, тек қана бұл өмірде жамандық көрмей, жыламай, бақыттан басыңыз айналып, жаныңызда жайдар жандар табылып, жұмақта жүргендей жайқалып жүруді жаратқан иеміз сізге нәсіп етсінші. Нүрегеңе бір қошемет соғып қояйықшы, ардақтар ағайын. Бәрекелді. Ал енді жалпы осы жерде Нүрегеңнің сұрауы бойынша керемет әуезді ән ортаға мен Роза апайым шақырғым келіп тұр. Туған күні күзде еді анамның деген. Алдарыңызға ас келген екен, сол аста керемет әуезді әнмен алып ішіп жеп отырыңыздар. Ал Роза ханым келіп. Әні Гүлжанат Мұхамеджан, сөзі Махмұд Қошатаев. Қабыл алыңыздар.
Ай бәрекелді. Ал Роза ханым келіңіз ардастырғаныңызға, жайларыңызға жайғасыңыз, астан дәмнен алып отырыңыздар. Енді жалпы ардақты ағайын, аса қадірменді әншілер, композиторлар, ақындар, жалпы мәдениетіміздің айтылғандары, мен мешет етіп атқан жоқ па? Ең басы мен бөгет боққамайды сіздердің әңгімелеріңізге. Мына жалпы қазір ғана туған күні күзден анамның деген керемет әуезді ән орындалды. Бір тұлпар додаға түскенде екінші тұлпар тұяғын тартып қораға сыймай жүреді деген қазақтың ғана сөзі бар екен. Мен де тұяғымды тартып тұрмын ардақты ағайын. Менің де төлқұжатым айналған қадірім біл ананың деген өлеңім бар еді. Осы жерде біраз композиторлар отыр. Құлақтарыңызға алтын сырға, осы сөзге ән жазам десеңіздер, мархабат, мен соны оқып берейін сіздерге. Біліп отырмын ғой, сол сөздің енді астарлап айтып отырмыз, сол композиторлар бұйырса, мына әншілерге әнін жазып берсеңіздер, сөзі өзімдікі. Ана деген ардақтысы адамның, сан зауалға кетпесінші санаң тым. Сен әлемнің тілін таба алмайсың, бауындау қарамасаң анаңның. Нұрға толып жұдырықтай жүрегі, сен қуансаң, ол марқайып жүреді. Ұрпағының шыңғалайды бақытын осы ғана аналардың тілегі. Балам аман болсын деп күні түн, Құдайына мүлт үзбеген үмітін. Түн ұйқысын қия білген ананың қадіріне жетейікші жігітім. Қия білген балам деп ағарманын, әжіп басқан осы күн жанарларын әй адамдар. Ұмытпаңдар аналардың әр тал шашы біз үшін ағарғаны. Жаман болсаң, анаң байқұс жалтаңдайды, күйігін жан адам қайта алмайды. Сондықтан жақсы болып жүрейікші, баласы жақсы аналар қартаймайды. Болды, алам деген жандар болса мархабат. Ал енді жалпы осы ауыз соғылайды болмаса аға. Бастапқы бағасы $100 жіберіп болса. Әрине ән сатылмайды, өлең сатылмайды. Мархабат, алам деген жандар болса, әрине сөзін береміз. Ал енді жалпы жұп болсын дейсіздер ма? Жарайды. Сол анадан аспаймыз ғой. Мен де ана қамқорлығында өскен азаматпын. Кешір ана деп жазған бір өлеңім бар еді. Соны оқып берейін баршаларыңызға. Кешір ана, ақталмады үмітің, мен бейуаққа тіледі екен бұны күн. Туған жанмын мен өзіңдей асылдан, сондықтан да өлген жоқпын, тірімін. Көре алмайды біздер айтшы осы күн. Қабақтарға жалтаңдаудан жасыдым, кеудедегі тарқата алмай мұң зарын іштеріне жасырып жүр қосылым. Біздер үшін идеал ғой тұлғаң шын, қосылымды елім үшін туғансың. Сүрінсем де құламаймын бірақ та, себебі сен мотиватор тұлғамсың. Қателіктер көп ақ сенің кенжеңде, басылып жүр осы күні еңсемде. Шақша баста толып жатыр, мың сұрақ шеше алмадым, тауға шығып кетсем де. Мен бөрімін, сүтін емген қасқырдың, сөз беремін болам бірі жақсы ұлдың. Құдайым, орындашы жесір ана арманым, барлығында бір өзіңе тапсырдым. Ал енді осы жерде жалпы Ұлытаудың етегінен, Алатаудың етегіне келген Жанна ханымыз бар. Бүгінде осы концерттің басы қасында ашына айналып, тоғына толғанып жүрген, Гүлжанаттың бір жағына шығып шырылдасып жүрген. Бәрекелді, осы Жаннаға қошеметті қаттырақ соқсақ жарасады негізі. Ана сіздердің барлықтарыңыз дипломның сыртымен алып жүрсеңіздер, бұл сыртынсыз ақ алып шапқылап жүр ғой әйтеуір. Кәдімгідей жүгіріп шапқылап, керемет. Гүлжанаттың өзі концерті не болатынын білмейді, Жанна біледі не болып жатқан барлығы. Кімнен кейін кім шығу керек, барлығымыз Жанна реттеді шынымен де. Жанна бір кісіде еңбек еттіңіз, бұйырса енді Жанна осы бір жерде тағы бір өзінің көрегендігін көрсетіп, тектілігін танытайын деп тұрған. Олай болса, сөз кезегін Жанна өзіңізге ұсынайын. Ал ағылар, ардақты жандар. Рахмет. Ал құрметті қонақтар, құрметті осы өнер жолында ішкен астарын жерге қойып жүрген достарым, сіздерді бүгінгі
сәтті концерт өтуімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Осы сіздердің барлықтарыңыздың басын қосып отырған менің құрбым Гүлжанат, саған рахмет. Жылдан жылға, міне бір жыл аса ортада мен сіздермен қайтадан қауышып тұрғаныма өте қуаныштымын. Кейбіреулеріңізге қатты бауыр басып, әпке дос тапқандай болдым. Енді көп сөйлемей ақ қояйын, негізінде көп айтатын сөздер де бар еді. Жалпы мен өзім әнші емеспін, мен энергетикпін. Тағы да айтайын, осы Гүлжанаттың арқасында мен осай сонау Қарағандыдан алып келіп маған келіңсіз болмайды деп өзімнің бір ай андай шеліп болып қалдым десең де болады дейсіз. Келіп осылай орталарында жүрмін енді. Гүлжанаттың шашбауын көтеріп деген сияқты. Шынымен де Гүлжанат маған тек қана құрбы емес, өте жақын адам. Ол үшін шынымен де мен жанымды салып сіздерге жақсы болсын, комфортно болсын деп жүргенім бар. Марат, сізге рахмет, мен мәртебемді көтеріп қойғаныңыз үшін. Ал енді осы жерде отырған Нұржан, сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Мен негізінде өзім 84 жылғы болғаннан кейін құрдастарыма өте жақынмын. Құрдастарымды сыйлаймын, қатты жақсы көремін. Маған ғана көрінетін шығар 84 жылғылар ерекше болады. Негізінде 84 қайда? 84. Нұржан, сізге үлкен алғыс. Осылай өнерді бағалап, ешкімге қарамай сонау алыс жолдан ат терлетіп келгеніңіз үшін сізге алғыс айтамын. Деніңізге саулық, басыңызға амандық тілеймін. Құрдас, мен сізбен мақтанам. Сіз өте керемет адамсыз. Мен сізге деген сыйлығым бар еді, соны табыстасам деймін. Сізге естелік, осы Гүлжанат Мұхамеджанның кешінен сізге естелік болсын. Менің атым деп айтпай қой, менің атымнан деп айтсам ұят болады. Осы Гүлжанат Мұхамеджан кешінен сізге естелік болсын. Осы отырған барлықтардың атынан деп қабылыңыз. Сол айтатын дегенім. Рахмет үлкен. Мана қасыға келіңді қойдыңыз. Термеден қайырып келіпсіз-ау сіз кекілді, көрмеп мен досты сіз секілді. Апырай жаңынан 84 жыл деп кім айтады, ұзатылатынғы секілді. Бір қошыңыз ау қойыңыздар. Дүрігі аңызға сенсек, андағы блокноттың ішінде жазған армандардың бәрі орындалады дейді ғой негізі. Бұйырса. Ал енді былай істейік. Жалпы бүгінгі осы бір кеште енді мынау мен келгенге дейін ән айттыңыздар, тамсандыңыздар, барлықтарыңыз өнерлеріңізді көрсеттіңіздер. Енді мен бұл кештің официальный тамадасы емеспін негізі. Бірақ енді осы жерде отырған жандардың бәрі сен тұр, мен атайын деген жандарсыздар ғой. Мен енді әнші емеспін. Сол себептен енді әншілік өмірде мен аулақта азамат болғандықтан мен сіздерге бір кішкене көңілдеріңізді көтеретіндей бір ойын ойнатсам деп тұрмын, рұқсат болса. Бола ма? Ай бәрекелді. Ал олай болса, қазір синтезатордың көмегімен әуендер ойнатылады. Сол әуендерді кім табар, қолын көтерсін, мен ортаға қарай шағарып отырамын. Сол шығып келе жатқан адам, бірақ билеп шығып отырайық, келістік па? Ал, кеттік олай болса. Ал. Ана жерде ғой 100 грамм жүресің? Білем, аға подарок ғой, подаркілер бар деп жатыр да, қалжыңда. Қисық сөз көрмекке жақсы деген қазақпыз ғой. Жалпы кеттік ал, бірінші композиция. Келіңіз аға, келіңіз аға. Бірінші болып 100-ден жүйрік қол көтерді. Жіберіш, билеп шығыш. Біз негізі мына хан тәңір етегіндегі адамдар биге жоқпыз ғой особо. Қазір мына Шымкент, Қызылорданың қыздар шыққан кезде бидің көркесін көрсетеді. Қара даламен нарқол жоқпыз, особо биге жоқпыз. Сонымен қандай ән? Достар, жүрсің қайда, бір кетіп
Bәрекелді. Қоясаңыз әлі емес, аға, әлі емес. Жоқ, бәрі де бермеңіз, қойып тұра тұрсаңызшы қазір. Ой, уайымдамаңыз, бәрін қарадыңыз. Ал қазір сіз осында тұрасыз, келесі шыққан адамды билеп күтіп аласыз. Келістік па? Ол адам өз кезегінде билеп шықсын. Ал кетті келесі әуен. Бәрекелді, келіңізші аға. Билеп, қане, аха! Қай жаққа қарап жатсыз десе. Қай жаққа қарап жатсыз деймін. Аға, ал кеттік сонымен әнді айтайық. Сендерге әрдайым орын бар, ақ отау түріне қоныңдар, ақ тілек батамыз мінекей, бақытты болыңдар, болыңдар. Вау, керемет. Ал енді сіздер екеуіңіз билеп күтіп аласыздар келесі шыққан адамды. Кеттік, жібер. Келіңізші аға, келіңіз. Жібер, аға. Сіз ана әнді ұмытып қалмайын деп аккуратно билеп жүрген сияқтысыз. Кеттік. Ұмытып қалдым? Кішкентай қайталап жіберші. Не отырмыз? Суда. Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар шатты күндер, Көбі лайық билейік, шарықтасын шатты күндер. Ай, бәрекелді. Ал енді үшеуміз, солай үрдіс бойынша кете білеміз. Кеттік, келесі ән. Бол. Бісміллә деші. Болды, спокойся. Мына мал күні Ал, кеттік. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген, көрді сарымда бар. Көк көйлек деген ақ пакет пеген, көк пакет пеген сарықтарым бар. Алағайын, бітті қалауды. микрофонға түкіріп сөйлемеші, Ne yapılıyor mu lan? Şöyle tüm saat 11'den iyi son devre edet var mı? Koluna çekiyorlar. Arkası bozuk bedi mi? Birden oynuyor. Al ket kargara kelesi. Al, na oyunga жалпы жігіттерге қатысуға болады есінші. Кеттік ал, жібе. Келе ғой, мәне, бәрінші. Шошып жібердің ғой, шығып келе жатқан қыздың алдына. Бісмилля деп ал, келе ғой. Жылдар көйлек, жарасып үстіңе құдашам осындай жайғана сөйлеп. Жаныңды барсам қалай кетеді білем. Әңгіме салсам күйдіп маған күлем. Керемет. Ал келесі композиция. Ай, бәрекет, кел шығат. Әлі. Тура өшірік айтылған сияқты. Айғырдың бойына қарама пысқырғанына қарады. Ал аға кеттік. Нұрболат Абдуллиннің Алиэкспресстен версиясы. Нұрболат Абдуллиннің жейдесін киіп алыпсыз дейді. Аға келіңіз. Ай, ақ сәуле
Al kelesi kompozisiya. Kelesi kompozisiyani chiqar. Ay baraka, kes, jilar aytanga. Aha. Hadi. Aydekenge qarasang, anchamiz Akimatning jig'itlari сияқты. Al Aydeke ketdik. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблен не всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Ay barakalla. Al ketdik, qarang, kelesi kompozisiya. Keç, olmasın. Aha! Bol. Şaşındı bir çıkış. Qaytib ber, xuddi dunyo birinchi qo'l ko'tarib oldi. Bayog'ida ancha bo'lmay turib bozorda istaysan. Al. Xayrlarga qarab qo'ysam bo'lsa. Родной, Гриша, дорогой. Bildirmesen. Haydi. Вот, Кастро. Al, 1, 2, 3, 4, to'xtay tur. So'nggi kompozitsiya. Kel. Aha, kes, ayollar. Bilim chiqsa ayollar. Aha, hadi. Al ayol aytaylik. Voy, mana shu qiyin sening jarishing. Al ket. Sen qo'rqaqsan. Sen qo'rqaqsan. Sama takaya deb qo'ysa. Kelamazsan, yig'laysan. Barakalla.
Al, ketip ortadan ketpeyingizler. Жалпы аяғына бір алақан аямай соғыш берейікші ағайын. Мына сақылы көшіне соқты болды. Құдай үйдің көздерін ақтасын. Ал, келе ғой. Аямай қошемет соғыңыздар. Болашақ қазақ түгіл Алталаштың, алты құрлықтың болашақ жұлдызы ғой шынымен де. Құдай бет алған жағынан бақ берсін. Тіл көзден аман болатын.